Мындай мақалаларды жаза берсін. Бұндай мақалаларды олар жазған сайын бар ғой, анан құдыққа қарай итере береді, құдыққа қарай. Білесіңдер ғой, біздің жерлік қазақтардың біраз іші тарлау екен. Мынау өте алдыға шығып кетсе, аяғынан чала салады. Жаза берсін. Құдияр Біләл де бар. Өздерінің жазған мақаласының көшірмесін астына лақтырып қойыпты. Ана Фейсбукта кешеден бері бір Қуандық Чамақай, Ақмарал Құнанбай деген бір топ жартыбастар қайта ұқтырыпты ғой. Соларды аямай сабасаңдаршы. Астына бір жаз қойдым, осы жердегі өзің сенесің бе деп. Ой жігіттер, топты тарқатқандар енді дұрыс бола қойған жоқ. Әлде біраз ойлану керек еді, біраз сараптау керек еді. Менше болғанда Серікжанды жеңуге болады. Серікжанды жеңетін жол екеу. Бірі Серік айтып отырғандай, оның өз кәсібі сол. Енді осыған бір кәсіптес табу керек те, осы Серікжан түрмедегілерді құтқарамыз десе, ендігі іс біз Қытайдағы барлық қазақты құтқарамыз деген осындай ұранменен айналамызға жаңағындай үлкен білікті адамдарды, ағаларды тассақ, бұнымен бір жеңістік алуға болады. Екінші біреуі Серікжанды сол мақтаған беті күн көсімнен де асырып, Назарбаевтан да асырып, Мұхаммед пайғамбардан да асырып мақтау керек. Осы арқылы бір жағымсыз образ қалыптастыру керек. Осы арқылы жергілікті күштерге сүйену арқылы оны аяғын шатқаяқтатуға болады. Осы екі жолдан басқа жол қалған жоқ жігіттер. Өй, Бақтияр аға, оларға сөз өтпейді, шетінен көкпеттер. Сәулеш Қоңырбаева бар, Сылбыртау бар. Қуандыққа вообще сөз өтпейді оған. Ассаламағалейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Денсаулықтарың жақсы ма? Жасырал деген Фейсбукқа шығарып жатыр. Енді Шаханов деген саясатта жоқ адам соны пайдаланып кетіп жатыр деп. Енді жан ашса Серікжанға келіп жұмыс істесін деп, біз мына оралма мәселесін осылар көтерсін деп, Серікжан айтатынын айтты, орнын берді деп көпіп жатыр. Енді сұмдық бұл енді. Бұны төмендетеміз деп қайтадан рейтингін көтеріп алдық па, білмей қалдық па.